30 жылда біздің елімізде онкология саласындағы үлкен жетістіктерді біз бүгін практикалық жағдайда қолданудамыз. Бүгін бұл конференцияға еліміздің әр облыстарынан мамандар келіп қатысып отыр. Ғалымдар көршілес елден, Ресейден, Қырғызстаннан, Қытай Халық Республикасынан, Францияның екі орталығының мамандар қатысып отыр. Бүгін күндегі онкология саласындағы жетістіктерді ұсынып, соны біздің күнделікті өмірде қолдануға, жол ашуға ықпал жасайды деп ойлаймын. Сегодня проводится научно-практическая конференция онкологов, посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан. Такие конференции очень важны, они играют важную роль в образовательном процессе. В аудитории присутствуют не только врачи с большим опытом, но и резиденты, магистранты. Для них это является школой, потому что в каждом докладе, от каждого доклада можно получить много информации.